Бүгін достар, бүгін біз 9-шы сыныпқа арналған 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауды талдап өтетін боламыз. 17-ші, 16-ші, 15-ші, 14-ші топ элементтері және олардың қосылыстары бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Алғашқы сұраққа назар аударыңыздар. Аммиакты Габер процесі арқылы өндіреді. Азот пен сутегі арасындағы реакция келесі жағдайда жүреді. 200 атмосфералық қысым, темір катализатор, 400-450 градус Цельсиядағы температура. Енді сұрақ. Азот газының көзі болып табылады. Бұл бізде әрине ауа. Дұрыс жауабы А болады. Габер процесінде орын алатын реакция теңдеуін жазыңыз. Жақсы, реакция теңдеуін жазып өтейік. Ол бізде N2 H2 болады. Аммиак NH3. Теңестіре өтейік. Мұнда 3, мұнда 2 болады. Аммиактың жай заттардан түзілуі қайтымды үрдіс. Кестеде 600 градус Цельсияда тепе-теңдік қоспадағы аммиак үлесінің қысымға тәуелділігі көрсетілген. Не себепті қысым артқан сайын қоспадағы аммиактың массалық үлесі артатынын түсіндіріңіз дейді. Кестеде аммиак үлесі сіздерде артып жатыр, қысым да артып жатыр. Демек, бұл жерде Ле Шателе принципі бойынша тепе-теңдік молекулалар саны азаятын, яғни аммиак түзілу реакциясы бағытына қарай ығысады. Керісінше, егер қысымды кеміткенде тепе-теңдік молекулалар саны көбейетін жаққа ығысады. Егер қайтымды реакция теңдеуінің оң және сол жақтарындағы молекулалар саны бірдей болса, онда қысымның өзгеруі тепе-теңдік ығысуына әсер етпейді. Енді дәл біздің кесте бойынша, реакциямыз бойынша аммиактың түзілу жағында газ аз болғандықтан қысымның үлесі бізде арта түседі екен. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Габер процесіне төмен температураны пайдаланудың бір артықшылығын және бір кемшілігін көрсетіңіз. Артықшылығы ретінде энергияны үнемдейміз, ал кемшілігі ретінде реакция өте баяу жүретіндігін атап өтеміз. Екінші сұрақ. Диаграммада аммиак өндірісі кезінде жүзеге асатын процестер көрсетілген. Сіздерде белгісіз 3 сат, осыны табу керек. Катализаторын анықтаңыз. Жауабы С болады. Мұнай, ауа және катализатор ретінде темірді қолданылады, сондықтан жауап С болады. Бұл бізде крекинг реакциясы болып табылады. Суретте фосфордың 2 аллотропиялық түр өзгерісі көрсетілген. Осы 2 аллотропиялық түр өзгерісінің қайсысы жоғары температурада балқиды? Өз жауабыңызды түсіндіріңіз. Бұл жерде бізде міндетті түрде Б балқиды, себебі мұнда Б макромолекулалық байланыс болып тұр. Бұның байланысы арта өтетін болады. Және оны басқа да сөзбен Ван дер Вайс байланысы артады деп айтып түсіндірсеңіздер де болады. Фосфордың аллотропиялық түр өзгерісінің жану реакция теңдеуін құраңыз. Соны жазып өтейік. Фосфор O2 P2O5 оксид. Фосфордың оксиді түзілетін болады. Теңестіріп өтейік. Бізде фосфор. Онда 2 қояйық, себебі азоттың алдында кислородтың алдында 5 тұру керек. Алынған өнімді суға ерітіп лакмус тамызғанда ерітінді қандай түске боялады дейді.
Бұл жерде енді қалай білуге болады? Реакция жазып өтейік. Осы алынған өнімді P2O5 суда ерткен жағдайда бізде не түзіледі? Қандай орта болатынын анықтауымыз керек. H3 PO4. Бұл қышқылды орта. Қышқылды орта болғандықтан лакмус қосқанда ол қызыл түске боялады екен. Түсінікті? Кеттік әрі қарай. Галогендердің алмасу реакциялары кестеде көрсетілген. Осы реакцияның бізде енді анықтауымыз керек. Қайсы X, Y, Z галогендерін анықтаңыз дейді. Мұнда мен таблицам астына қалып қапты ғой. Бізде бром, хлор, йод, бром, йод, хлор, хлор, бром, йод, хлор, йод, бром деген варианттар беріліпті. Енді демек қолданыста бізде бром, хлор, йодты алады екенбіз. Енді бірнеше реакциялар жазып көрейік. Ең алдымен қандай реакциялар түсетін, түспейтін анықтап өтейік. Мысалы, бром 2 плюс калий йод болады калий бром және йод 2. Реакцияны теңестіріп өтесіздер. Хлор қалай? Хлор 2 плюс мысалы калий бром болады калий хлор және бромды ығыстырады. Және йодқа да біреуін көрейік. Йод 2 плюс мысалы калий хлор. Бұл реакция бізде жүрмейді. Демек, мына кестеге қарасақ, назар аударсақ, қайсысы бізде галоген қосылған, X, Y, Z, X бізде қайсысы болады? Ең алдымен бұл жерде қайсысы жоғары, қайсысы төмен екенін, көп екенін анықтауымыз керек. Бұл мысалы хлор бізде жоғары, бромнан, ол йодтан. Йод одан. Сонда бізде X хлор болып тұр. Демек, әрі қарай кестеге қарайық. Y2 алмасады, Z2 алмасады, реакция жүрмейді. Y2 мен Z минус. Мынау X минус деген жаңағы бұл калий бром, хлор дегендер. Ал Y минус. Y минусқа бізге бірінші Z-ті анықталайық. Z2 алмасады. Мына реакцияда көрсетілгенде ол бізде йод алмасып тұр. Йодты ығыстырып шығады. Демек, Y бізде Y бізде йод болады. Ал демек, Z-тің орнына бром түседі. Түсінікті? Осыны қазір кестеден қарайық. Хлор, йод, бром. Бром бізде Z, Y жауап D болады. Міне. Осы бізге сай келіп тұр. Дәл осы реакция арқылы анықтап алсаңыздар болады екен. Келесі сұраққа назар аударыңыздар. Астат периодтық кестенің 7-ші тобында орналасқан элемент болжаңыз. 20 градус Цельсий кезінде оның агрегаттық күйі қатты болады. Түсі оның өте қара қою түсте болады. Атомдық радиусы йодтан жоғары жүреді. Жаңағы бізде бром йодтан деген секілді ол йодтан жоғары жүреді екен. Қатты калий йодине концентрлі күкірт қышқылының тамшылатып қосқан кезінде көрінетін өзгерістерді сипаттаңыз. Бұл жерде енді кішігірім реакция жазып өтсеңіздер де болады, жазбасаңыздар да болады, бірақ оның өзгерісі қандай болады? Калий 2 SO4 плюс йод 2 плюс SO2. Енді бұл жерде сероводород пен суда болады. Не? Осы SO2 сероводород. Бұл бізде күлгін қоңыр түске ауысады, себебі йод бар.
күлгін қоңыр түс. Иісі өте өткір болады, себебі бізде сероводород бар, өткір иіс. Осылайынан сипаттап кетсеңіздер болады. Әрі қарай хлор мен судың әрекеттесу реакция теңдеуін жазыңыз. Хлор мен су. Хлор 2 плюс су. Болады. H хлор плюс H хлор О. Түсінікті. 5-ші сұрақ. Осы заттардың қайсысы хлормен әрекеттеспейді? Натрий хлормен. Натрий хлормен бізде әрекеттеседі. Калий фтор 2 бізде әрекеттеспейді. Калий йод бізде әрекеттеседі, және водородпен де ол әрекеттеседі екен. Осы мүмкін болатын реакция теңдеулерін жазыңыз. Мысалы, қандай? Хлор 2 плюс натрий. Натрий хлор. Ең оңай реакция. Мұнда 2, мұнда 2. Деп барлығын жазып өтсеңіздер де болады, бірақ біз біреуін ғана жазып тоқталып кетейік. 6-ші сұраққа назар аударыңыздар. Транзисторлар мен диодтар кремний пластиналарынан жасалған жартылай өткізгіштер болып табылады. Кремнийдің меншікті жартылай өткізгіштік қасиеттері қандай екенін түсіндіріңіз. Жақсы, бұл жерде енді қарап отырсақ, кремний жалпы жартылай өткізгіштік қасиеті ретінде ол өзінің кристалдық торына байланысты. Кристалдық торына байланысты. Кристалдық торына байланысты электрон жұбы біреуін қосып, кристалдық тор арасында делокализация арқылы жүзеге асады. Осылайынан қысқартып жазып кетсеңіздер болады. Кремнийдің жартылай өткізгіштік қасиеттерін жақсартатын қоспалар туралы білімді ескере отырып кестені толықтырыңыз. Жаңа айтып өткен кремнийдің N-типті, P-типті. Бізде қосуға болады фосформен, ал P-типтіге қосуға болады, мысалы, алюминиймен. Бұл жерде бізде электрон, мынада кемдіктер. Бес валентті фосфор атомдарын кремнийге қосқанда кремнийдің электроөткізгіштігі қалай өзгереді? Неліктен? Фосфор қоспаның қай түріне жатады? Жауабыңызды қоспадағы электрондық өту сызба нұсқасы бойынша шартты белгілерін көрсете отырып дәлелдеңіз. Жақсы, дәлелдеп өтейік. Электроөткізгіштік бізде ең алдымен артады. Электроөткізгіштік бізде артады. Электроөткізгіштік қысқартып жазайын. Артады. Себебі бұл жерде фосфор донор ретінде келіп тұр. Оның типі N типтік. Сызбада өзіңіз сыз көрсеңіздер болады. Мысалы, силициум, фосфор, силициум, фосфор, силициум деп. Мына жерде жаңағыдай қосылыстары және бұл жерде электрондар арада жүреді.
осы арқылы түсініп өтсеңіздер болады сызбада. Түсінікті, достар. Енді бұл біздің жаңағы 3-ші тоқсанға арналған бірінші бұжығымыздың жауаптары. Егер дәл осы нұсқа келетін болса, осы жауаптарға назар аударып, міндетті түрде жоғары балл алуларыңызды тілеймін. Сіздермен бірге болған Химия онлайн арнасы. Қош сау болыңыздар.